Жұртымды жырлап өтем әнім барда, ғылым сүйген ұл қыздар табылғанда, алдымен амандастым жастар үшін, жарыс қылған мырзалар мен ханымдарға. Және де арнайылап амандастым бұл сайысқа кеп тұрған дарындарға. Қайтсеңдер робот жасап шығарам деп, күн түні ұйықтамаған ғалымдарға. Айналса білім ғылым нағыстауға, болады замананы нақыштауға. Бұл шараға бар қазақ оңтүстік пен солтүстік келді, шығыс батыстанда. Әзірбайжан, Болгария, Молдаван мен қырғыз, өзбек, тәжіктерде қатысқанда, Евразияның құрлығын былай қойып, үміткерлер келіп тұр Ақштан да. Бұл сайыста бас қосты Астанамда, берекелі болған соң бастамаңда. Қазақстаннан 230 бала қатысып қадамдарын басқан алға. Шетелден 37 оқушы бар, барлығы бақ сынауда бас қаламда. Ұзын саны 267, роботтарының санын қоспағанда. Роботектің жобасы қарсаңында, барлық әлем біздерге тамсануда. Бұл сайысты жасаған жақсыларым қазақ елін жаһанға жар салуда. Сондықтан роботектің мектебі үшін жақсылап болады ғой қол соғуға. Бұл сайысқа біз жылда келіп жүрміз, өздеріңмен бәрінде көріп жүрміз. Халықаралық дода боп жатырған соң, домбыраны тартпасақ неғып жүрміз. Бабалар дәстүрімен қазағымның ұл-қызына рухты беріп жүрміз. Ал жастар қазақ елін қуантыңдар, өздеріңе ақ тілек төгіп жүрміз. Мен жастарға сенемін десем ағжан, біз де солай сендерге сеніп жүрміз. Қызмет қылып қазақтай жаран елге, ал жастар шыға берсін баған өрге. Қазақ елі мықты екенін білімменен, тағы бір дәлелдеңдер бар әлемге. Роботек болашаққа туалыпты, талай мықты роботтар шығарыпты. Бұл сайыстан ешкімде құр кетпейді, мұндай жарыс бар екен сірә мықты. Қазбыту мен Аубестен үшкіранып, тігілгенде бар жастар қуаныпты. Сондықтан екі бірдей универге екі қолын барлығы ұралыпты. Кім қаттырақ қол соқса бұл жарыста, жеңіп алсын үш бірдей гранатта. Ашық болсын жолдарында, жүріңдер білім ғылым зор бағында. Дамушы еліміздің біз тілейміз, дамыған мемлекет болғанында. Дамыған Қазақстан қылу енді, осы отырған сендердің қолдарында.